Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Балалар, Мюнстерберг әдісі бойынша жаңа сабақтың тақырыбын анықтайық. Ол үшін мына берілген әріптердің ішінен сөздерді табыңдар. Тексерейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Оқу мақсаты тыңдалған мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды қоясыңдар. Сұрақтарға толық жауап бересіңдер. Берілген сурет бойынша мәтін мазмұнын болжайсыңдар. Есептік және реттік сан есімді білетін боласыңдар. Енді оқулыққа назар аударайық. Сендерге таза бұлақ деген мәтін берілген. Ендеше мәтінді тыңдаңдар. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да тасқа: «Ей, жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол», деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған жол жөнекей, кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп мұратыңа жетесің дегені деп білемін», дейді. Ыбырай Алтынсариннан. Балалар, мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Жолаушылар қай жерде кездесті? Дұрыс. Бұлақ қандай екен? Жарайсыңдар. Бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? Өте жақсы. Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Жарайсыңдар, балалар. Ал екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көріңдер. Мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстырыңдар. Бұлардың бір-бірінен өзгешелігі неде деп ойлайсыңдар? Жақсы, балалар, ендеше есте сақтайық. Сан есім мағынасына қарай 6 топқа бөлінеді. Есептік, реттік, жинақтық, топтық, бөлшектік және болжамдық болып. Реттік сан есім мен есептік сан есім туралы біз сендермен бүгін танысамыз. Есептік сан есім түбір күйіндегі кез келген сан есім. Сұрақтары неше, қанша? Мысалы, 9, 50, 573. Реттік сан есім заттың реттік қатарын білдіреді. Сұрағы
Нешінші? Жасалу жолы есептік сан есімге нышы, ыншы, ніші, інші жұрнақтары арқылы жалғанып жасалады. Мысалы, екінші, бесінші, 11-ші. Егер реттік сан есім араб цифрымен берілсе, жұрнақтың орнына дефис қойылады. Рим цифрымен берілсе, дефис қойылмайды. Мысалы, екінші орын. Жазылуына назар аударыңдар. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар. Оқулықтың 84-ші бетіндегі 36-ші жаттығуды орындаңдар. Берілген мәтінді көркем жазыңдар. Мәтінде берілген сан есімдерді тауып, сөзбен жазыңдар. Олардың есептік немесе реттік сан есім екенін ажыратыңдар. Жақсы, өздеріңді тексеріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Берілген семантикалық картаны толтырыңдар. Реттік сан есімдердің түбірі мен қосымшасын сәйкестендіріңдер. Ал тексерейік. Өте жақсы, жарайсыңдар. Реттік сан есімдерге қосымшалар неге әртүрлі болып жалғанатынын ойланыңдар. Балалар, енді адасқан сөздер ойынын ойнайық. Екі үйге сан есімдерді дұрыс сұрағына қарай орналастырыңдар. Ал тексерейік. Неше? 1. Нешінші? 80-ші. Неше? 77. Неше? 6. Нешінші? 50-ші. Неше? 99. Нешінші? 3-ші. Нешінші? 10-шы. Неше? 20. Неше? 100. Нешінші? 42-ші. Жарайсыңдар, балалар. Біз есептік және реттік сан есімдерді дұрыс орналастырдық. Балалар, шығармашылық тапсырмаға назар аударыңдар. Далада ойнап жүрген Жанат үйге жүгіріп кірді. Анасынан далада жаюлы тұрған кірлерді жинап алуын өтінді. Анасы түсінбей себебін сұрады. Жанат қалай жауап берді деп ойлайсың? Өз жауаптарыңды ұсыныңдар. Өздерің орындайтын оқу тапсырмасы ойлан тап. Көп нүктенің орнына тиісті санды қойып, берілген сөйлемді толықтырып жазыңдар. Балалар, бүгінгі сабақтағы өздеріңнің білім деңгейлеріңді табыс сатысында белгілесеңдер екен. Бірінші баспалдақ есептік сан есімді білемін. Екінші баспалдақ реттік сан есімді білемін. Үшінші баспалдақ сабақты толық түсіндім. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.